Самарқанд мемлекеттік ветеринария медицинасы, шаруашылық һәм биотехнологиялар университеті Нөкс филиалында нәшибендлік өнімлерге қарсы күресу һәм жәмиетлік тұрмыстың ахметіне бағышланған мәжіліс болып өтті. Сөз хабаршымызға. Әләждәдәсле филиал директоры сөзге шығып, мәмлекетімізде низам үстінлігін тәминлеу, жастарды һәрқилы ұнамсыз иллетлерден сақлау, олардың хукуқи санасы мәдениетін арттыру бағдарында әмелге асырылып отырған реформаларды айрықша тілге алды. Сонымен бірге тарауханигелері тарапынан арнаулы низам менен әмелдегі низамшылыққа кіргізілген қосымша өзгерістердің мазмұны толық түсіндірілді. Сондай-ақ нәшибендлік құраллары, психотроп затлар һәм күчле тәсір ететін элементтердің низамсыз айланысына қарсы күресу, бұл түрдегі құқық бұзарлықтардың алдын алу һәм жауапкершілік иләжләрен және де жетілдіруге нормалар бойынша да мағлұматлар берілді. Халық саламатлығы һәм генофондқа қарсы жинаятлар бабының кіртілуі халқымыздың рауажлануына кесентетуі мүмкін болған нәшибендлік сияқты иллеттің тарқалуының алдын алуға үлкен күрес болып есептелінеді. Бұнда тек арнан нәшибендлік затларына байланысты жинаят садыр еткен шахсларға жауапкершілік мәселесі ауырластырылып жатырды. Бұнда жас өспірімдерді сол нәшибендлік затларды қабыл етуге тартқанлық үшін жауапкершілік 5 жылдан 10 жылға шейін еркінен айыру жазасымен жазасы тағайындалуы назарда тұтылмақта. Бұнан басқа нарколаборатория шөлкемелестіру һәм оның іскерлігін тәминлеу үшін жауапкершілік мәселесі 5 жылдан 20 жылға шейін еркінен айыру жазасымен белгіленіп жатырды. Бұнан басқа да әкімшілік жауапкершілік хақында кодексінің 187-ші прим 1-ші статьясы енгізіліп жатырды. Бұнда жәмиетлік орындарда наркотик затларды пайдаланған үшін 15 сутқа әкімшілік қамақ жазасы белгіленді. Сөйлесу процесінде низамшылықтағы жаңалықтар, олардың әмели ахметі және бұқаралардың құқылары менен міндеттемелеріне байланыслы тәріптері де кеңінен додаланып, іләж қатынасушылары тарауханигелер тарапынан қызықтырған сұрауларына жауаплар алды.